Ассалаумағалейкум, мен құрметті көрермендерім, баршаңызға қайырлы кеш. Бүгін кешкі ас, тауықтарымыздың кешкі асын беріп жатырмыз. Үйректер, индоутлер. Мына жақта күрке тауықтарды қамап қойдым. Мына екі күрке тауық, мына тауықтарға күн бермей тұр ғой. Короче, мына австрал әтешімен қайта-қайта қырылып, екеуі бірге жабылып, содан кейін мынаны алдымда сеткімен бөліп тастадым осылайынан. Қазір мыналар тамақтарын бәрін ішіп алады. Мұнда қамайым. Содан кейін мынаны шығарам ғой. Мыналар тек қана тауыққа атылып тұр, болды. Үйрекке тиісіп тұрған жоқ, индоутлерге тиісіп тұрған жоқ. Именно мына тауыққа атылып тұр ғой. Осылардың берекетін кетіп тұр. Бізде қазір жағдай осындай. Өткенде 7 тауығымызды сатып жібердік. 7 тауықты сатып, орнына осындай күрке тауық алып келдік. Енді Алла амандығын берсе, тағы да тауықтар аламыз. Тағы индоутка аламыз, Алла бұйыртса. Сосын енді бір 4 қазба, 5 қазба алсақ, 2 еркек, 5 аналық қаз алсақ жарайды. Сосын енді тағы бір еркекпен 2 аналық индоутка алсақ жарайды. Сонымен жайлап биыл қыстан шықсақ, сосын көктемде осылардың балапандарын аман-есен шығарып, өсіріп, көбейтіп алсақ, өте күшті болады. Енді пекинский үйректерді білмей тұрмын. Ақ үйрек туралы қандай ой айтасыздар, қандай пікір айтасыздар, комментарияға жазып кетіңіздер. Жалпы негізінде тағы үйректің басын бір еркек, 2 аналық тағы алғым келіп отыр ақ үйректен. Өйткені мыналар көбейген кезде ақтарды да бірге көбейтетін қылып. Жазда балапандай қаз, балапан тауық ештеңе алмаймын. Тек қана осыларды көбейтем. 4 айлық тауыққа секіріп жатыр анау. Бір көрерменіміз айтты ғой, 4 айлық тауық. 4 айдан кетті, 5 айға жақындап қалды. Адлер. Мыналар да тоже бәрі құрдас қой. Уже секіріп жүр тауықтар бір-біріне. Әтеш секіріп жүр ғой. Сол енді, осы тауықтар, осылардың барлығын дәлше бойынша көбейту керек болып тұр. Өзіміз балапан шығарып инкубатордан, немесе осыларды өздерінің бастырып, потому что мыналар индоутлер жақсы басады. Үйрек басады, баспайтын білмеймін. Именно мына индоутлер инкубатор сияқты басады. Сосын күрке тауықта басады. Енді тағы да күрке тауық Алла амандығын берсе аламыз. Оған точно айта алмаймын. Кішкене қымбатқа шығып тұр, күрке тауық пен қаз екеуі қымбатқа шығып тұр, үлкендер. Ал үйрек, индоутлер кішкене қолжетімді бағаға шығып тұр. Енді бірақ алдағы уақытта алу керек, ақша қиып. Осылай қазір бізде осындай жаңалықтар болып жатыр. Арнаға тіркеліп, арнадан алыстамаңыздар. Жай дамып келе жатыр. Келесі жылы осылардың басын көбейтіп алсақ, арғы жылы үлкен қорада үйрек, индоутка, қаз дегендерді бөлек ұстаймыз. Суға түсетіндерді, тауық, күрке тауық дейді ғой, жерді шылқытпайтындарды оларды бөлек ұстаймыз. Үлкен қылып қора саламыз, Алла амандығын берсе келесі жылы көктемде. Осыны екеуін 2 жаққа бөліп істейміз ғой. Анаға тиіскісі келіп батыр, тек шыжай алмай тұр ғой. Жақсы достар, видеоға тіркеліп, лайк басып, қолдап кетіңіздер.